Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода нағыз чимчи салатының жасалу жолын көрсететін боламын. Қамыр тамақтармен және де ет тағамдарымен дастарханға ұсынсаңыздар өте керемет, және де жасалу жолы өте оңай болып келеді. Ең алдымен бір дана пиязды майдалап турап аламыз. Одан кейін сәбіздерімізді кәдімгі осындай теркадан ұзын-ұзын етіп өткізіп аламыз. Міне сәбіздеріміз осылай ұзын болып шықты. Енді барлығын үлкендеу ыдысқа салып аламыз, және де шамалы бір шай қасықтай тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Бізде тұзы сіңіп әдемі болып тұрады. Міне барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді куркумадан бір шай қасықтай қоссаңыздар болады. Бұл сәбізге әдемі сарғыш түс беріп тұрады. Келесі кәдімгі осындай чимчиге арналған приправадан қосамыз 2 қасықтай. Және де қалауыңыз бойынша осындай капустадан да турап жіберсеңіздер болады. Капуста кішкене салатқа басқаша дәм беріп тұрады. Сол себептен қоссаңыздар өте әдемі болып шығады. Осылайынан барлығын салып аламыз. Енді пиязымызды қуырып аламыз. Осы табаны қыздырып алып, шамалы май құямыз, және де пиязымызды осы видеода көрсетілгендей етіп, сарғыштау етіп қуырып аламыз. Міне осындай болып шығады. Енді астын өшіріп қойып қоямыз. Енді бізде салатымызға осындай кәдімгі чимчимнің приправасын қосамыз. Дүкендерде сатылады. Осының ішінде барлығы қосылған дайын түрі. Енді келесі ыстықтай осы пиязымызды майымен қосып құямыз. Және де қолымызбен жақсылап араластырамыз. Егер де сіздер ашты қаласаңыздар, шамалы қызыл бұрыштан қоссаңыздар болады. Сол кезде аштылау дәм беріп тұрады. Бірақ бізге осылай ұнайды. Осылайынан да өте дәмді болып шығады. Енді осы зелень және укропты майдалап турап қосамыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен біздің салатымыз дайын болды. Енді осындай тарелкаға әдемілеп орналастырамыз. Міне қыздар, біздің салатымыз өте әдемі болып шықты. Бетіне қалауыңыз бойынша осындай ақ кунжут және де қара кунжуттан сепсеңіздер салатқа бір ерекше сән беріп тұрады. Және де бетіне осы укроп және зеленмен әсемдеп қоямыз. Міне қыздар, біздің нағыз чимчи салатымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәмі де өте керемет болып шығады. Сіздермен болған Айгерім. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеоларда кездескенше.